Қандай қызық, біз бұл жаңа таққан өтеміз ғой, достар. Қойшы, оқудан шаршадым, одан да ойнасақ қайтеді. Сұлтан, бұл керек қой. Егер бірінші сынбасаң ештеңеге қол жеткізе алмайсың. Сәлеметсіздер балалар. Отыра қойыңдар. Бүгін біз ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру өнерімен танысатын боламыз. Балаларым, білім болашақтың кілті. Оқыған адам ғана жарық өмірге жетеді. Балалар, оқуға барып жатқа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адамдар, ұшқан құстар, жүрген аңдар, қалған жоқ жұмыссыз ешбір жандар. Кішкене қоңыздарда жүгін сүйреп, барады араларда ұшып қалған. Ал балалар, өлеңнің мәнін түсіндік пе? Иә, түсіндік. Сонда оқу соншалықты маңызды ма? Әрине, оқу сендердің болашақтарың. Біз оқысақ дәрігер, мұғалім, ғалым бола аламыз. Мен дәрігер болып келеді. Ал мен мұғалім боламын. Мен қателестім. Мен де білімді боламын, мен де оқимын. Өте тамаша, ешқашан да кеш емес. Оқыған адам озады, білімді ұрпақ ел болашағы. Оқимыз, үйренеміз, алға ұмтыламыз. Рөлдерді сомдаған 6-шы Ә сынып оқушылары. Ахмет Байтұрсынұлының рөлін сомдаған Жексенбек Арғын. Ұстаз рөлін сомдаған Амантай Айзере. Оқушылары Қайратұлы Алихан, Бөкейхан Кәусар, Айдар Санжар, Берғали Сұлтан.